Бәріңе сәлем. YouTube не хабардың шықпағанына ұзақ уақыт болып қалды. Бұған себеп жаңалықтардың жоқтығы. Бүгінгі видеода YouTube'ды жаулап алайын деп жатқан жаңа ойын туралы, және де YouTube блогерлер мен Insta блогерлердің арасындағы шу туралы айтатын боламын. Және тағы да 2-3 ұсақ-түйек жаңалықтар да бар. Ендеше видеоға бірден лайкыңды басып, жайғасып отыра бер. Ал мен бастаймын. Бірақ видео басында өзімнің Insta группамды сына кетейін. Ол жерде жаңалықтар YouTube'дан бұрын шығып тұратын болады. Және тек қана YouTube емес, Insta, TikTok жаңалықтары да шығады. Сілтемесі төменде. Cyberpunk 2077. Бұл ойын желтоқсанның 10-да жарық көрді. Бірақ одан бірнеше күн бұрын Ресейдің және ағылшын танымал ютуберлеріне ойын авторлары ойынды ойнауға рұқсат берген болатын. Осы видеолардың арқасында бұл ойынмен біраз таныстым. Cyberpunk осы жылға адамдардың ең қатты күткен ойыны болып саналады. Бұл ойын 7 жыл бойы жасалған. Ойын сюжеті жалдамалы адам өлтіруші Ви деген жігіт туралы. Олар бұл Найт Сити деген қалада жетістікке жетуге, өздерінің мақсаттарына жетуге деген жол табады. Бұл қалада барлығы күшті әлсізді басқарады деген заңмен жұмыс істейді. Бір жағынан бұл ойынды GTA 6 десе де болады. Бірақ әрине басқаша стильде, басқаша ойын. Міне осы ойын желтоқсанның 10-ында ғана жарық көрсе де, орыс ютубы мен ағылшын ютубын жаулап үлгерді. Жақын арада қазақ ютубында жаулап алу әбден мүмкін. Нұрдәулет қазіргі күнде Ресейде Мәскеу қаласында жүр. Әненен Мәскеуде жүріп өзіне жаңа машина алды. Lexus. Осы уақытта Нұр Channel'дың лайф арнасында 200 мың жазылушы толып қалыпты. Сонымен қатар Али Кезеттің де лайф арнасында 500 мың жазылушы. Ал менің лайф арнамда болса 100 жазылушы толды. Келесі жаңалыққа кеттік. Бірақ негізі бұны жаңалық емес, блогерлер арасындағы кикілжің десе дұрыс. Алаяқ блогерлер мен әншілер көбейіп кетті. Қайырлы кеш достар, сіз блогерсіз ғой, ақшаны қайдан табасыз деп сұрап жататын достарым бар. Яғни сіздерге айта кетейін, менде арасында онлайн ойындардан ақша табатын бар. Бүгін чек, яғни 68 мың теңге. Жерде дәл осы ойнап ақша тапқан келсе, онда просто осы жермен бірге ойнасаңыздар болады. Білесіздер, мен всегда онлайн ойын ойнаймын, сіздермен бөлісіп отырамын всегда. Және 2000 теңге, 3000 теңгеден бастап ойнасаңыздар, 50 мың теңге дейін бонус береді барлықтарыңызға. Қысқасын айтқанда, Адикус осыдан 4 күн бұрын Insta блогерлер туралы видео шығарған болатын. Ол видеосында Вулкан деген казиноны жарнамалайтын барлық Insta блогерлерді көрсетіп, оларды жамандады. Ал оның видеосына Ахон Бержан өзінің Instagram парақшасында стористе жауап берген болатын. Вулканды не үшін реклама жасап жатыр деген. Сіздерге айтамыз, ешқашанда ешкімге ақша бермеңіздер. Біреу сіздерден ақша сұраса, осында салыңыз немесе осында көбейтіп берем десе, бермеңіздер деп всегда ескертемін. Ол видеоны шығарған адамға айтарым, егер сен халықты ойлайтын болсаң, неге қиын кезде көмектеспедің? Сонымен қатар тағы да біраз нәрсе айтқан болатын, бірақ оны мен түсіріп үлгермедім. Қысқаша былай дейді: біз әр видеоның алдында сіздерге ақша салма деп ескертеміз. Кейіннен олар жарнама үшін бізге ақша төлейді, бірақ сіздерден оларға табыс бармайды. Соның кесірінен олар банкротқа ұшырайды. Бұл сториске кеше Адикус жауап ретінде тағы бір видео шығарды. Тупой соларды банкрот қылу үшін әдейі жарнама алып жүрмін деп жүр. Мамасының стратегтері. Бұл тақырыпқа Құлмырзаев деген ютубер де қалыспай видео түсіріп үлгерді. Мен де үлгердім. Үйіне дейін заттарын көтеріп жібердім. Ал бір атаны жолдан өткізіп жібердім. Үйдің артындағы бомжға ел төңе бердім. Осынша жақсылық істедім. Енді казиноны жарнамалаймын. Маған саясатта жүрген бір кісі хабарласты. Енді мен өзімде жартылай саясатта жүргесін, ол жақта да біраз таныстарым бар. В общем, жаңағы нәрселерді жарнамалағандарды үлкен жаза күтіп тұр деседі. Юристтермен ақылдасып жатыр. Жарнама жасағандарды алаяқтық статьямен смело соттауға болады дейді. Енді Құдай қаласа осыны қолға алайық деп жатырмыз дейді. Блогерсымақтар, ойланыңдар, капец деген сөз. Мінекей, жақын арада орын алған YouTube жаңалықтар осындай. Мен негізі Адикусты да, Insta блогерлерді ешкімді қолдап жатқан жоқпын, жай ғана видео түсірдім. Егер видео ұнаған болса, лайк басып достармен бөлісуді ұмытпа. Тағы да басқа осындай жаңалықтарды жіберіп алмас үшін арнаға тіркел. Құрметті достар, маған хайп керек емес. Құдайға шүкір, менің тұрақты да сүйікті қолдаушы көрермендерім бар.